Сәлем достар, сіздермен бірге жастар бағдарламасы және де оның жүргізушісі мен Динара Нұрбабаева. Біз бастаймыз. Есімін? Қуаныш болады. Атым Мадияр. Дамиржан. Юсуф. Аман. Менің есімім Ерлан. Менің есімім Динара. Айдина. Қуаныш жасың? 16-тан. Жасым 8-де. 10-да. 11. 13-те. Жасым 9-да. Жасым 10-да. Арман қандай? Арманым полиция болу. Актер болғың келе ма? Актер Андерсон. Анда-санда. Кейде желание болып қалған. Қалады. Арман мен үлкен жетістіктерге жету, көп арманым. Сахнада көріну, өнер жолында да жүру, спортпен де айналысу, көп армандар. Хочу стать актером. Арманым актер ол. Неге актер болдың? Болашақ арманым есімде болады, себебі мен осы киноға қызығамын. Киноға түсуге. Мен киноға түскім келеді. Киноға түскім келеді. Неге? Мен киноға түсіп, болашақта жарқын жұлдыз болғым келеді. Мықты актриса болу. Бірінші саған қояр сұрағым. Актер деген кім? Актер деген өнер адамы. Өнер саласында жүреді. Түрлі образдармен ойнайды. Актер адам. Тағалайды. Танымал актер болу Түрлі үшін. сахналық рөлдер ойнайды. Иә, Этника, эстетика деген сияқты. дұрыс айтасың. Актер дегеніміз кино түсіретін актер дейміз. Это человек, который снимается в кино, его приглашают. Актер дегеніміз өзіне сенімді адам, камераға эмоциясын көрсете білетін. Актер дейтін танымал адам ғой. Өзінің киноға түскеннен кейін киноның мәнін көрсетіп, осылай түсіріп істейтін адам. Жалпы киноға түсіп. Актер деген ол өзіне сенімді болу керек, және де ұмытшақ болмау керек. Барлығын есінде сақтап, өте керемет адам болу керек, яғни. Өте керемет адам. Иә. Актриса деген жұлдыз. Міндетті түрде? Үлкен сахналарда өнер көрсетіп, киноларға түсетін. Киноға түсетін адам. Кешірім деген не? Кешірім деген ұрып қалсаң сұрау, кешірім сұрау. Ауырып қалсаң? Ұрып қалсаң. Ұрып қалсаң? Тек сондай жағдайда ғана кешірім сұрайсың ба? Жоқ. Тағы. Бір нәрсесін құлатып алсаң. Кімнен кешірім сұрайсың? Ең көп кімнен кешірім сұрайсың? Ең көп. Иә. Ағамнан сұрамын. Кешірім дегеніміз, мысалы адам бір-бірін ренжітіп қойса, бірдеңені дұрыс істемей қойса, сол кезде кешірімін сұрап, бір-бірін ренжітпей кетеді. Мысалы, мен барып бір қыздың аяғына басып кетсем, я болмаса, ол қыз ренжиді. Мен ішімнен біртүрлі болып қаламын да. Одан барып өзім кешірім сұраймын. Ол да риза, мен де ризамын. Сол сияқты да кешірім деген ма? Кешірім дегеніміз біреудің әр затын құлатып, шалынып қалсақ, сол кешірім дейміз. Это когда человек сделал вину, и он извинился, и его простили. Кешірім деген біреуді өкпелеп қойған кезде қайттан жұбату. Сен кімден кешірім сұрағың келеді? Ешкімді ренжіткен жоқсың ба? Мүлдем. Кешірім деген саған қиындық көрсеткен, сенің артыңнан жаман сөз айтқан адамды кешіре білу керек. Әр адам кешірімге. Ал өзің кімнен кешірім сұрағың келеді? Анамнан. Ренжітесің ба?
Көп па? Аптасына бір рет. Тамаша. Ал анаң сенен кешірім сұрауы мүмкін ба? Кешірім дейтін жалпы адам бір қателікті ойланбай жасаған кезде оның зардабы басқа адамдарға тиюі мүмкін. Ол со зардапты тигізгені үшін солай өзінің қателігін түсініп кешірім сұрайды. Кешірім деген ол сен бір қателік істеп қойсаң, сен одан кешірім сұрайсың. Мысалға, мен досымды ренжітіп қойған кезде мен одан кешірім сұрадым. Ол мені кешірді. Өйткені ол менің ең жақын досым. Кешірім деген менің ойымша сол нәрсе деген. Кешірім дегенде кімде сені ренжітсе, сол адамды кешіре білу керек. Мысалы, оған бірінші ренжисің ғой, оған көзқарасың өзгереді, ал кешіргенде оған қайтадан көзқарасың жақсы жаққа өзгереді. Егер біреудің бір нәрсесін абайсызда сындырып, не жыртып алсаң, кешірім соны сұрайсың, кешірім. Достық дегенді қалай түсінесің? Достық дегенде мысалы біреумен достасып аласың. Сенің ең жақын досың? Ең жақын досым екеуі бар. Адал дос болады, арам дос болады дейді ғой. Мен достарымда болған ләж болса адал дос болуға тырысам. Арттан сөз айтқандарды да жек көремін, жақтыртпаймын. Қолымнан келгенше көмектесемін достарыма, ақша жағынан болсын, қолымен көмектесіп болсын, я болмаса қалай да болсын көмектесуге тырысамын достарыма, адал болуға. Я достарымда бар, жан-жақта болса да Астанаға кетіп қалған, шашырадық 9-дан кейін кетіп қалды. Әлде де звондайды, бауырым қалайсың, не істеп жатырсың, қалжыдайын қалай, мамашың қалай дейді, сондай бауырларым риза болдым. Қалжайды, сұрады. Сол. Ертеңгі күні адам дейді, бәрібір бір күн болмасын, бір күн жолығамыз солармен. Сол сияқты. Қазіргі таңда сенің ең жақын досың бар ма? Бар. Сержан деген бауырым бар. Көкшетауға кетіп қалды. Неге? Пажанеге. Сержанға сәлем айтамыз. Сержан бауырым. Тағы да көп достар, мен шығамыз достар. Неге? Жаман айтты, Сержан деген. Достық дегеніміз әр сәтте қиындық, қобалжыған не болса, досымызға сөйлеп қасында тұрамыз. Сенің ең жақын досың бар ма? Бар. Кім? Дамир. Дамир? Дружба — это когда человек дружит с человеком, гуляет с ним, играет, ходит куда-то с ним. Достық дегені ма? Не бір-бірімен жақсы араласу, жақсы сөз айту бір-біріне солайсын. Достық дегеніміз өзіңнің қызықтарың бірдей адаммен бірге болу, сонымен өміріңді өткізу. Достық дейтін ол өте қиын деп ойлаймын. Себебі кейде жақын достар болады, кейде басқа жақын достарымен араласпайды кетесің. Не себептен? Оның жағымсыз жақтарды өзіңе көп аласың, немесе оның мүлдем жақсы жақтарын көрмейсің. Қазіргі таңда сенің ең жақын досың? Ол менің класстастарым, аты жөнін айтып өтейін ба? Жалпы айтқанда өзімнің бауырларым сияқты да. Өзімнің класстасым әрі жақын досым, сырласым. Достық деген ол бір-біріне көмектесу, және де сенің досың көп болғаны өте жақсы. Өйткені сен досың көп болса, көңілді жүресің. Және де досы көпті жау алмайды деген осыдан қалған сөз деп ойлаймын мен де.
Дұрыс айтасың. Сенің ең жақын досың кім? Менің ең жақын досым Нұрзат. Достық деген ол қандай да бір сенің жаныңда үнемі жүретін, саған барлық кезде қолдау білдіретін, қуанышында бірге қуанып, қайғыңа да бірге қайғыратын, жанында болатын жан. Сенің қазіргі ең жақын досың кім? Менің ең жақын досым бірінші анам, бірақ құрдастарымның жанында бір ғана досым бар. Бір досың бар, иә? Достық деген достықты сатпау, достыққа қиянат жасамау деген сияқты. Егер достықты сатып, былай уақытша дос болса, онда ол достық деп ойламаймын. Сенің ең жақын досың? Айару дегенбіз. Қандай жағдай болу керек сен олармен араласпай қоятындай? Жоқ. Не жоқ? Араласпайды емес, араласам күнде. Жоқ, қандай жағдай болу керек сен олармен араласуды қоятындай? Бұл сендермен бұдан былай дос емеспін мен. Маған жоламаңдар деп айтатындай. Ондай кезде вообще болмаған. Мүмкін емес па ондай? Достықты тоқтататын ақша. Ақша. Бізді жақтыртпын. Жоқ, ақша келеді, кез келген орынға барасың. Кеп ақшаға тіреп қалады да. Досымен тіл табысмай қаласың, бопты қоя берші дейсің, бере саласың. Ақша үшін ұрыспай қойшы болғанын дейсің, бере салам. Мұны не алмаймын ақша. Сосын тауып саған қайтармайды. Жоқ, не емес, ол ақша не отқан жоқпын. Негізі мен көбіміз болған осы ақша жағынан сол да. Көп жерде өзім төлей салам, не ала салам. Білген адам өзі қайтарады, болмаса Алладан қайтады деймін де қоя салам. Сол. Сөзге де кеп қаламыз кейде. Тіресіп қаламыз, жаға тіресіп қаламыз. Сол сияқты да. Жоқ, ондай емес. Кешірім сұрап сөйтеміз. Мүлдем ажырамайсыңдар ма? Жоқ. Достықтарың соншалықты берік па? Иә. Не знаю. Никакой, наверное. Не знаю. Наверное, никакой. Мүлдем. Ол сен туралы жаман сөздер айтып. Сонда да ма? Дос болмай қалу үшін ол мысалға мені ренжітіп, ол немесе мені ренжітіп қойса, достар негізінде бір-бірін ренжітуге болмайды. Өйткені сен онымен дос болдың ба, соңына дейін жақын дос болып қала беруің керексің. Егер ол мені қиын кезде тастап кетсе, немесе мені басқа біреуге айырып бастап кетсе, дос болмай кету мүмкін. Сол сәтте былай білмедім. Жоқ, ешқашан тоқтатпаймын. Ал бірінші маусым бізде балаларды қорғадың, иә? Иә. Сенің ойынша бұл мерекені не үшін ойлап тапты? Балалар қорғауына. Солар бақытты болу үшін шығар. Көңілді болып жүрсін, болмаса сыйлық беру үшін. Тағы да басқа не бар? А сен сол күні не істейсің? Қалай өткізесің сол мерекені? Кәм күндегідей өтеді ол бізде. Тойламайсың ба? Жоқ, ондай тойлау деген. Өзім тойлайтын болсам жұмыс істедім. Не болмаса. Көмектесу. Інілеріне. Інілеріне көмектесу. Аталарымыз, әкелеріміз. Аталарымыз, әкелеріміз Иә. қалай ойлап таптылар? Балалар күні, қыдыртатын күн. Бір бос тұр екен сол күнге балалар қыдырта салайық деп ойлап тапты. Не знаю. Подумай, просто твои мысли, твои предположения. Чтобы защищали детей. От кого? Не знаю. Почему именно 1 июня? Потому что лето началось. И тогда нужно защищать детей летом. Не знаю. Наверное. Адам, ана?
Неге? Балаларды қорғау күні. Сол күні балаларға ұрсыппай, көңілдеріне қарап, таныстеп. Қалған күндері ұрса береді. Тамаша. Себебі балаларды қорғау күні. Себебі балаларға неше түрлі жағдайлар болады. Біреулер зорлық зомбылық көрсетуі мүмкін. Немесе біреулер оны қоқанлық көрсетуі мүмкін. Сол үшін шығарылды деп ойлаймын. Ол мерекені 1 маусым балаларды қорғау күні балаларға көңіл бөлуі керек, және де балаларын қорғап, еш нәрсеге жақындатпап, қауіпті нәрселерге апармау керек. Және де балаларды көңілді ұстау керек. Сондықтан оны 1 маусым деп, 1 маусым балалар күні деп атаған. Ата-аналары сол мерекеде ата-аналарына да демалыс береді ғой, сол кезде балаларына көңіл бөлу үшін деп ойлаймын. Балаларын қуантып, мысалы мен ата-анам балалар күнінде паркке апарып солай. Кішкентай кезінен әр жазда 1 маусым күні біз паркке барып солай көңіл көтереміз. Егер де ата-анаң сенің кез келген бір арманыңды орындап берсе, не сұрайтын едің бірінші? Бірінші болма, өздерінің денсаулықтарын. Өзіне ештеңке сұрамайсың ба? Сен? Өзіне ештеңке сұрамайсың ба? Өзіме ма? Үйді ремонтталасам. Жақсы. Ойланып тұрсаңыз. Сондай ойландыратын сұрақтар еді. Иә. Айтатын ештеңеңіз керек жоқ. Алдында ойнап күліп жүре берсеңіздер болады деп. Машина, телефон маған ештеңе қызық емес ол жағын. Өйткені барды олар. Я болмаса өзім жұмыс істеп, болмаса өзім ала алмаймын. Сол. Алдында ойнап күліп жүре берсеңіздер болады. Бауырларым аман болса, ауырмай жүрсе болады. Соның өзі маған бақыт. Осындай нелерге қатысып істейтін кастингтерге. Телефон новый. Білмедім. Қазіргі жақсы жағдайда. Ештеңе керек емес. Бірінші, менің өзімнің арманымды орындағаным қалай. Ең бірінші өзімнің жақсы таңдаған мамандығым, немесе осы актерлық дальше ары қарай жалғастыру. Мен өзіме осы әлемде вирусты жоғалтуын сұрайтын едім. Сонда күніге паркқа барып қыдырып жүретін едім. Коронавирусты жоқ болатын еді. Иә. Білмедім, мен осы уақытқа дейін осы кастингке алып келулерін сұрағам. Бүгін арманның орындалуына бірақадан жақында жатқан сияқтымын. Иә, сені құттықтаймын. Рахмет. Қыдырайық деп сұрайтын едім. Қыдырайық, қайда? Парктерге былай саяхатқа. Оны түтеме саламын. Жоқ. Былай отбасыңызбен бірге бір осы күнді атап өтсек деймін да. Бірге. Иә. 30 жасқа келгенде елестетші, не істейсің? Оны әлі ағам тауып көрмеген, мен қалай тауым. Енді рано или поздно толасың ғой сен де. Сол жасқа келесің, құдай қаласа. Қалай елестетесің өзіңді? Өз болашағында. Болашағымды қызмет етем. Қызмет? Полицейский болсын. Яғни. Ал 30 жасқа келгенде өзіңді қалай елестетесің, не істейсің? 30 жасында. Сол бала-шағам қасында. Өз жұмысым бар. Костюм шалғанмен барып кел. Сол отсың. Әкешің жаңа дейді, алдында жүрсе, ойнап күліп шаққылап жүрсе. Одан артық ештеңе маған қажет жоқ. 30 жасқа келгенде мен өзімді жалпы егер осы актерлық саласын таңдасам, осы актерлық немді тәжірибемді дальше жалғастырып,
шыңдап жарыққа көтерілу. 30 жасқа келгенде мен өзімді әлемге танымал актриса ретінде елестетемін. Қалай айтсам болады, басқа елдерге де танымал, жақсы жағынан. Осылай мен өзімді Тиден деген атпен танымал, Тиден деген атпен көргім келеді. Барлық ел мені солай білген. Тиден? Иә. Ол не? Тиден деген Төлеген Динара Нұрланқызы. Сенің махаббатың? Ну, я планирую стать архитектором, построить свой бизнес и зарабатывать, чтобы по всему миру был этот известен. Известным архитектором, кстати. Ты же хотел быть актером. Ну да, Ну, а как тогда? не знаю. Мен 30 жасқа келген кезде мен өзім бірінші үй саламын. И сосын бір көлік аламын. Қандай? Мен өзіме Toyota Camry деген көлік аламын. Иә, сөйтіп соның ішіне ана өлең бар еді, Toyota Camry деген өлеңді қосып қоямын да, сөйтіп соны айдап жүрем. Иә, балдарымды күнге паркқа апарып қыдыртып жүрем. Таза қазақ екенсің, иә сен? Иә. Иә, Камриді жақсы көретін. Енді елестетші, сен Шымкент қаласының әкімі болдың. Не істейсің бірінші? Бірінші мына қалаларды жаңартамын. Қайтып? Ауылды қала қылам. Ауылды қала қылам. Ауылды қала? А Шымкент қаласының не істейсің? Осы Шымкент қаламызда не өзгертер едің? Бірінші мына шетті әдемі қылам. Мына шеткеше 5-6 этажынша көтергізем. Ой, бәрекелді. Осы академияны ма? Шымкент қаласының әкімі болсам, Бірінші не істейді? Бірінші күні дейік, иә? Алғашқы жұмысың. қай жақта қандай минустар, не болып жатыр, біздің минусымыз қандай, соның бәрін реттейтін біздің не болып жатыр, мысалы жол дұрыс болмай жатса сол жолды реттеп барынша Шымкентті жақсартуға тырысатын едім. Ол бір күнде істелген нәрсе емес. Тырысамын, бір күннің ішінде болмаса да сол да. Қалаңыз сәнде ата-аналарымызды қуанту, үйлерді салу, сондай. Бюджеттен енді әкімдердің қолына ақша келіп түседі ғой, Иә. Құпия болмаса қанша ақшасын өзің алып қыласың? Еркекше. Сіз білмедім ол да. Әжептәуір алып қыласың өзіңе? Иә. Жұрт жеп отқанда сен жемейсің ба, Иә. Тамаша. Я бы убрал вакцину, чтобы они делали, потому что из-за нее умирают люди. Я бы хотел, чтобы... не знаю. Наверное, все. Но без вакцины же тоже умирают люди, и даже еще больше. Вакцину лучше не надо делать, потому что она не работает, потому что все равно умирают люди из-за нее. А как ты считаешь, как нужно тогда перебороть эту эпидемию, эту болезнь, пандемию вообще? Как от нее избавиться? Нужно носить маски всегда, чтобы у тебя был антисептик. Расстояние, между человеком. И ты думаешь, это поможет? Не знаю. Те, кто болеют, чтобы бесплатно их лечили всегда, чтобы... Или, например, у него только началась, да, и ему говорят, чтобы он заплатил, чтобы его проверили. А я хочу, чтобы это было бесплатно, чтобы все могли проверить
у них коронавирус или нет. Чтобы тесты были бесплатные. Не, балалар үйінде өйтетінен. Көбейтетін ем? Сөйтіп? Балалар үйін көбейтетін бе? Неге? Кейбіреулердің үйі алыс болады, соған жақындатып салып сөйтіп естіреді. Әке-шешелері болады олардың, е? Мен балалар үйін көбейтетін ем деген. Туып тастап кетіңдер деп айтып отырмады. Өзгеріс болмайды. Сол жартас. Сол ақша жеу, е? Тамаша, мойындағандай ерлік, е? Өзің бюджеттен бөлінген ақшаны бәрін халыққа беріп не көрінді, е? Шымкент қаласының әкімі болсам, онда осы Шымкент қаласының тұрғындарына жағдай жасайтын едім. Халқына көмегін тигізер едім. Бірінші не өзгертер еді? Бірінші осы Шымкенттің мысалы осы Шымкенттің кейбір адамдар болады ғой, мына жері жаман дейді демес үшін бірінші керек жарақтардың бәрін жасап, содан кейін адамдарды бір-бірімен тез ұрыспауға істейтін едім, шақыратын едім. Тез ұрыспауға? Иә, себебі кейбір жерде әкім дұрыс істемейді, ешқандай қарап отқан жоқ деп, бөгде адамды жамандауға сондайға істемейтін едім. Иә. Мен не істеймін? Жетім жесірлерге көмектесем, оларға үй салып берем. Қаржы жөнінен көмек керек болса, оларға өзім қаржы бөлем, қайырымдылық жасаймын. Бірінші, жағдай жоқ адамдарға үй берем тегін. Және де елімді көркейтіп, осы Шымкент қаласын дамытып, көркемдеймін, әсемдеймін. Әкімдерге бюджет беріледі, негізі? Бюджеттен ақша беріледі? Иә. Сол бюджеттегі ақшаны барынша жақсы жағына жеткізіп, солай жұмсаймын. Құпия болмаса, өзіне қанша ақша қоятын едің? Өзіме айына 500-600-700-800 мыңдай. Қойшы, жете ма? Иә. 500-600-700 мың теңге дейтін едің? Жақсы. Еліме көмектесіп, барлық еліме қамқор боламын ғой. Барлық нәрсесін істеп, көмектесіп. Ал өзіңнің қандай өнерің бар? Өнерім бар болғанда. Кезінде актерда ойнадым. Сол домбырада ойнадым. Қатты емес қой, сәл естен шығып қалды. Жарайды. Ал қазір бізге көрсете алатын қандай өнерің бар? Шеше туралы оқып берсем деген өлім. Жатқа білмеймін ғой. Жарайды. Біздің көрермендерімізге бір нәрсе орындап берсең болады. Мұқағали Мақатаев. Шеше, сен бақыттысың жыламағын, жай түсіп жатса дағы құламағын. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаным, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылдамын. Таусылып, өз-өзіңнің шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сені қанықпын ғой көз жасыңа, өзім кепіл тот басып тоз басыңа. Екі жыр жазсам, саған бірін арнап, шеше деп жазам ылғи сөз басына. Тәңірім, кеше көрші кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың. Тербете бер құбаталдан иілген бесігіңді. Актерға түсу, киноға түсу өнерім бар.
өлең оқу. Қазір бізге өлең оқып бере аласың ба? Өлең ба? Иә. Жаттап айта аламын. Сол поэзияңде әдемі. Ленинградтық өнерім, мақтанышым сен едің, Нева өзені сүйгімді бұлағындай көремін. Көпіріне қарасаң, көмкерген су көлемін, өркеш-өркеш жарасқан шоқылардай дер едім. Сіз неге әннің сөздерін айтып отырсыз? Қаяқтың хитаны? Ақын деген қазақтың небір сөздерін сүзіп айтады. Айтпайсыз ба? Біз сімірі деп сөз бастайын билердей боп. Жанымыз жақыт жырдан киген көйлек. Алдымен баршамызға сәлем бердік. Қағбадағы қара тасқа маңдайым тигендей боп, ай қарай қау деп айтпайсыз ба? Сосын сіз айтыңыз, салмақтап салиқалы сөз бастайын. Сарымайдан суырып алған қылдай. Алладан жәрдем сұрап сөз бастайын. Намаздан жаңылмаған нар жамбылдай деп айтыңызшы Құдай үшін деп деген өнерім бар. Батын ұмыт қалғаның болмаса, айтпесе қазір мамам басын жары жері. Неге? Осады ғой? Осыдан Айтпай қойш. Айтпай қойш. Үйге барып бұт жұтыңды шығарам дейді. Мамадан барлығымыз қорқамыз ғой? Монологпен өлең оқимын. Давай. Камераға қарап, бастай бер. Ыбырай Алтынсарин, үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, таш жүректі тілімнен тілімдедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар, үшінші отан деген. Кім мықты десе біреу отан дерем. От сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келді отан менен. Онда қазір сен пародия жасайсың. Жануарларды этюдті көрсетесің. Этюд деген нәрсе бар. Этюд деген қандай еді? Қазір сен 3-4 жануарды өзің таңдап, образын салам ба, дауысын салайын ба? Қысқылығында қосып көрсететін боласың. Дайынсың ба? Дайынмын. Бастай бер. Құрбақан кім? Жақсы. Мен схемалым. Не соңында? Схемалын істей алмасаң да, главное, бір нәрсе көрсетсең болды. Дәл қазір істеймін осы жерде? Құрбақаны енді көрсете алмайтын жарсың осы жерде болды. Главное, Иә, соны айтады. осы камерадан шықпауың керексің. Үйттікі жаңа деп. Қойды оқысамай алып жады. Мәші кеттікі осы да, сен ұқсады. Келесі? Келесі не бар? Қандай салатын? Керемет. Өкінікі. Тамаша. Твое любимое животное? Кошка. Кошка, да? Покажи ее, пародируй. Как? Мұнда ең бірінші сиырдікі мө дейді. Мө дейді. Ал екіншінікі Дейді деген айтпа. екінші жылқы пырррр. Кішкентай күшік. Мен оның дауысын сала аламын және де қимылын. Күшті, керемет. Тағы кімді көрсете аласың? Мен мысықты көрсете аламын. Мяу. Мяу. Керемет. Саңғырып бір жануар. Мен қасқырды көрсете аламын. Қасқырдың дауысын салып. Күтіп тұрмын. Олар дейді ка. Түсіндірмейсің, сөйлемейсің. Просто көрсетесің.
Даусын ба? Ау дейді. Мысық. Дауысы ма? Мяу, мяу. Ата-анам аман болсын. Туысқандарым аман болсын. Іні қарындасым да, достарым да. Сол үшін алып қояйық, Тамаша. Ассалаумағалейкум. Туған туысқандар, папа, мама, сіздерге сәлем айтамын. Жолдас балдарыма да, жолдас қыз балдарыма да, достарыма да. Не дейін енді? Ең басты айтарым, әке-шешелердің айтқан тілерін тыңдап, солардың үміттерін ақтасаңдар деймін. Басқа сол. Мен сіздерді жақсы көрем. Сіздерді жақсы көрем. Барлықтарыңызға рахмет. Здравствуйте, мои любимые, дорогие, родные. Я желаю вам счастья, чтобы вы никогда не болели, чтобы у вас было все хорошо и чтобы мы были счастливыми. Құрметті ата-ана, мен сіздерді жақсы көрем. Мен өзімнің отбасыма және жақын достарым, класстастарыма жалынды сәлем. Жалынды сәлем жолдаймын. Ата-анама, бауырларыма ең бастысы өзіңнің таңдаған салаң, өзіңнің таңдаған мамандығыңды, өзің жақсы көретін мамандығыңа таңдап, өзіңнің арманыңа жету. Ал екінші, менің әр адамның ата-анасы аман және де мейірімді болсын. Адамдардың өзінің баласын әрқашан қолдап жүрсін. Мен ата-апама сәлем жолдаймын. Ататай, апатай, сәлем. Не айтқың келеді олар? Мен оларға, мен сіздерді жақсы көрем. Менің ата-анам, туысқандарым, сіздерге жалынды сәлем. Сәлем жолдан келіп тұр. Мен осылай актерлік шеберлікке қызығамын. Мен сіздерден қолдау күтемін. Құрметті көрермендер, егер де сіздің де балаңыз дәл осылай сұхбат берген қаласаңыз, біздің Жұлдыздар Академиясы сіздің балаңыздың жұлдызын бірге жағуға тырысамыз. Балаңыздың жұлдызын бірге жағайық. Әзірге рахмет, сау болыңыздар.